Бала құсып іш өтіп жатса не істеу керек? Ең алдымен ағзаның сусыздануын болдырмау үшін біздер регидрон препаратын қолданамыз. Мына видеоны өзіңізге сақтап алыңыз және жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мен регидронды қалай пайдалану керек, толыққанды айтып шығайын сізге. Регидронды 1 литр суға езіледі. Регидрон, егер 1 литрден аз езетін болсаңыз, натрийдің жоғарылап кетуі мүмкін, ағзаға ол қауіпті болады. Сол үшін 1 литр суға езесіз. Ол су қайнап, бөлме температурасына дейін мұздаған су болуы керек. Ішетін кезде салқын күйде ішеді және аз-аздан, чайный ложка деп атайды, сонымен аз-аздан 6-7 сағат көлемінде бересіз. Енді дозировкасы қандай? Әр адамның дене салмағын өлшеніп беріледі. Әр дене салмағына негізі 30-60 мл деп рекомендацияда жазылады. Бірақ сіз дене салмағына 50 мл көлемінде берсеңіз болады. Яғни сіздің балаңыз 20 килограмм болатын болса, оны 50-ге көбейтесіз. Яғни 1000 шығады. 1000 мл дегеніміз ол 1 литр ішу керек деген сөз. Сол сияқты өзіңіздің балаңыздың салмағын 50-ге көбейтесіз, сол сіздің қажетті мөлшері ішу керек. Одан бөлек балаңыздың денесінің салмағын білетін болсаңыз, қай кезде врачтарға жүгінген дұрыс. Яғни врачқа көрсету керек. Ең бірінші денесінің кожасын қараңыздар. Бүйтіп ұстап тұрып жіберіп қалған кезде 2 секундтан артық кететін болса, ол уже сусыздану болып жатыр деген сөз. Көздеріне және тілдеріне қараңыздар. Сәл құрғап бастаса да, ол сусыздану болуы мүмкін. Баланың весі бұрынғы салмағынан 10% төмен болатын болса, онда оны ең бірінші внутривенно, яғни қан тамырышілік препараттарды беріп, содан кейін ғана регидронды жалғастырады. Регидрон негізінен құрамында калий, натрий, глюкоза сияқты пайдалы элементтер бар. Адам құсқан кезде, іші өткен кезде әртүрлі пайдалы элементтер құсу арқылы, іші өткен кезде шығып кетеді. Солардың орнын басу үшін керек болады ағзаға. Мен Наурыз Садвакасович, терапевт-врач боламын. Видео пайдалы болған болса, өзіңізге сақтап қойыңыз және лайк басып кетуді ұмытпаңыз.